Енді ол мені ұстады ғой, бұл тоған заңы. Анимациялық фильмді дыбыстауда өте маңызды өзің дауысымен әртүрлі қылып ойнау. Себебі интонация осындай болуы мүмкін. Немесе басқа қылып персонажды бүйтіп ашу мүмкін. Немесе де басқа тондарда әртүрлі секіріп. Сондықтан өте қызықты. Жейсің бе әлде? Тәбетім қашып кетті. Дисней мен Пиксардың жаңадан шығатын секіргіштер фильмінің басқа туындыларға қарағанда ерекшелігі, құндылығы, маңыздылығы ол оның айтар ең басты ойында. Экология, жануарлар. Ей, ал сенің атың кім? Мейбл? Осында тұрғын келсе, тоған ережелерін жаттап ал. Мен ешқашан дыбыстап көрмегенмін жалпы осы күнге дейін. 3 басты жыланды дыбыстаған кезде өте бақытты болдым, өйткені ішімдегі қыр сырлы Фаризаны шығардым десем болады. Біз экранда, сахнаға шыққанда мынандай энергияға толы болып тұрамыз ғой. Тоқаш меніңше біздің жалпы адамзаттың 90%-ын суреттейтін кейіпкер сияқты. Сондай өзі еріншек, сондай ештеңе жасағысы келмейтін, сөйлегісі келмейтін. Және де мен осы секіргіштердің қазақ тілінде дыбыстауына кішкене болсын үлес қосқаныма өте қуаныштымын. Бірақ мен даусымды естігенде сендер тауып алмайтын сияқтысыңдар. Себебі барлығы өте өзгеше болды. Жарай, қойдым. Неге? Құрметті патша көңілді көрерменіміз, баршаңызды наурыздың 5-нен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында қазақ тілінде өтетін секіргіштер фильмін тамашалауға шақырамын. Табиғат заңдарына араласуға бол. Батырманы тапты. 2026 наурызынан бастап кинода.